Балағат сөз баланың жолын кеседі. Сан түрлі тағдыр айдарына жолдап отырмын бұл материалды. Бәлкім, тыңдаған адамдарға ой салар, пікір қосар деген ниетпен, айналамнан естіген, өз басымнан өткерген мына жайттарды баяндамақпын. Базардағы киім сататын дүңгіршекте кездесіп қалған қос құрбы балалық шақтарын еске алып тұрды. Жоғары сыныпта оқып жүргенімізде дискотекада кешігіп жатсам, шешем қолына сыбырғыш алып, ана қатын қайда деп жетіп келуші еді ғой. Ұлдардан жаман ұялатынмын сонда. Шешелеріміз бізге қатын деп ұрсатын еді ғой, я, деді бірі. Осы кезде қасындағы құрбысы да әжесі мен шешесінен бала күнде естіген сөздерді еске алды. Бала кезде құлағымызға әбден сіңіп кеткендіктен білінбеген шығар. Бірақ сол кезде естіген сөздерім неткен сұмдық еді, деп бастады ол. Әжемнің неге екені белгісіз, менімен әзелі қас еді. Қыздарынан туған балаларды да жақсы көріп, ұлынан туған мені жек көріп отыратын. Мен ерке қыз едім. Әжемді тыңдамасам, көктей солғыр, байың өліп, бақтың күйгір деп отыратын. Шешем де әжемнен кем қалмайтын. Ұлдарына қыршыңнан қиылғыр, жайрағыр, жолының үзіліп, жуадай солғыр деп отырушы еді. Ал маған айтқан сөздері тіпті де адам шошырлық. Қатын дегені қайта, оның ең сыпайы сөзі болды ма деймін. Ылғи да жүзі қара, салдақы деп аузынан ақ ит кіріп, қара ит шығатыны есіме түссе, әлі күнге дейін денем түршігеді. Талақ, зән талақ дейтін тағы бар. Әлденегер жылап қалсам, мына қатынның бай өлді ме, деуші еді. Бірден нағашымның үйіне барған едік. Қабырғаға сүйеніп отырып, арқама көп әк жұқтырып алсам керек. Содан шешемнің жүзі түтігіп, мына жүзі қараның өз үйінде әк жоқтай бүкіл әкті жұқтырып әкетіп бара жатқаны несей, деп үйді баста көтермесі бар ма? Ер жеткеннен кейін тағдырым қиын болып, өмірден көп опық жедім. Өз бақытсыздығыма негізінен әжем мен шешемді кінәлаймын. Өйткені олар өздерінің былапыт ауыздарымен менің жолымды кесіп отырды деп есептеймін. Оларға мың рет періштелер әумин деп қойған шығар. Жақсы сөз жармырыс деген ғой. Әжем мен шешем айтқан қарғыстар өмір жолымды кесіп тынды. Күйеуім де өлді. Бақытым да күйді. Әжемнің сөздерінен көңілім қалғаны соншалық. Тіпті ол кісінің басына барып Құранын да оқығым келмеді. Адам адамның есінде жақсы істерімен қалмай ма? Өміріме қарғысын қалдырып кеткен әжеме көңілім жібімей қойды. Оның үстіне балағат сөз дегеніңіз қанмен беріле ме? Тұқым қуалай ма? Білмеймін. Өзімнің де аузымнан шығып кете береді. Дәл әжем мен шешемді қайталамасам да, қатты ашуланған кездерімде сіңілім мен балаларымды орысша, қазақша қатты балағаттап жіберемін. Және оныма артынан қатты өкінемін. Шешем менің өміріме кері әсерін тигізгені аздай, енді менің балаларымды балағаттайтын болды. Қайыршыдан туған өңшең тексіздер. Сендер адам болмайсыңдар. Егер адам болсаңдар, мұрнымды кесіп берейін.
Бұлар адам болмайды деген сөздерді жүйкемді тоздырып бітті. Қос құрбының әңгімесі менің де есіме бала күнімде өзім куә болған әлдебір жайттарды түсірді. Біздің сыныпта Балжан деген қыз болды. Ол нағашы әжесінің бауырында өсті. Ал нағашы әжесі жас кезінде кісі өлтіріп, 10 шақты жыл түрмеде отырып келген адам екен. Өте ашуланшақ, сырт келбеті суық жан болатын. Ол кісі біздің сыныптың қыздарына жек көретін. Неге десеңіз, өзінің Балжаны аса жақсы оқымады. Сыныптың арты болғандықтан, өзі сияқты үлгерімі төмен оқушылармен дос болатын. Ал жақсы оқитындар бөлек жүретінді. Бұл әрине оның нағашы әжесіне ұнаған жоқ. Жиналыстарда менің Балжанымды жекелетеді. Деген соң Балжанды өзімізге жақын тартуға тырысып жүретінбіз. Мереке кездері мұғалімдерден тығылып вечер жасайтын едік қой. Сауық кешіміз енді қыза берген тұста қолына таяқ ұстап, "Қатын немелер" деп айғай салып әлгі әже кеп тұратын. Қысқасы, көңілді кешіміздің сиқы бұзылып сала беретін. Бір күні 8 наурызда бас қосатын болдық. Содан қыздар ақылдастық. Қашанғы әжейден сөз естіп жүреміз. Кешіміз дұрыс өтпей қалады тағы. Одан да Балжанға айтпай-ақ қояйық осы жолы деп келістік. Тамаша отырыс. Көңілді ойын сауық болды. Билеп жүрміз. Бір уақытта ауызғы бөлмеде айғай шу басталып кетті. Ер балалар, Балжанның әжесі кеп қалды, қашыңдар деді. Балалардың бірі шифонердің ішіне, бірі керуерттің астына кіріп жатыр. Мен тығылып шифонердің ішінде отырмын. Құлағыма еміс-еміс беспай деген сөздер естіліп қалып жатыр. Біздің сыныпта Сәкен деген баланың әкесінің аты Беспай еді. Әлгі кісі кеттау деген кезде шықтым да Сәкенге: "Немене, Беспай деп саған ұрысты ма?" десем, ол: "Жоға, сендерге ұрсып жатыр. Менің Балжанымды шақырмапсыңдар. Беспайға тиесіңдер" деп кетті дейді қыздарға. Деді. Иә, ол әжеміздің өне бойы қарғысқа толы болатын. Қарғысы текке кетпей, сыныбымыздың қыздары бірі тұрмысқа шықпай, енді бірі жесір қалып, немесе ажырасып, ұлдар жағы да көптеген сәтсіздіктерге душар болды. Біздің балалық шағымызды осы қарғыстармен лайлап кетті. Мектепте әлдебір себептермен қыздар кешігіп қалар болсақ, Балжанның артынан таяқ ұстай келіп, "Бір жеріңе ағаш тығам" деп алып кететін еді. Жалпы, мен өзімнің бала күнімде бейпіл ауыз жандарды көп көрдім. Олар әсіресе балаларынан былапыт сөздерді аямайтын. Жоғарыдағы келіншектердің сөздерінің жаны бар. Балағат сөздің бала болашағына балта шабатыны ақиқат. Өйткені бейпіл ауыз аналардың көбінің балаларының өмірлері сәтсіз құрылды. Қатын деп сәби балаға қалай шайтуға болады? Қатын деген біреуге әйел болған, етегі ашылған адам емес пе? Талақ деген сөздің мәні одан асқан сорақы. Қатынын тастаған еркектер айтады емес пе талақ деп? Кіршіксіз сәбиге балалық шағынан ақ талақ болуды, яғни ажырасуды тілеу неткен надандық десеңші. Өз басым шетел психологтарының кітаптарын көп оқыдым. Соларды оқи отырып, өз ойымның дұрыстығына көзім жетті. Адамның аузынан жаман сөз шықса, ондай адамнан бақыт айналып қашатын көрінеді.
Былапыт сөйлейтін адам өз бойынан лас қуат таратып, өзіне қарай келе жатқан сәттіліктерді қуып жібереді екен. Сөзбен ғарыштың арасында әлдебір тылсым байланыс бары рас. Сондықтан балаға да мейлінше жақсы сөз айтсаң, үмітің ақталады. Ал былапыт, балағат сөз кәдімгі қарғыс қой. Өмір бойы оны естіген баланың тағдыры соның шеңберінен аспай қалады. Сол себепті баласының бақытты болғанын көргісі келетін аналарға, басқаға айтсаңыз да, өз балаңызға балағат сөз айта көрмеңіз дегім келеді. Құрметті оқырман, каналыма тіркеліп, әңгімем ұнаған болса лайк басып, комментарийде өз ойларыңызды бөлісіңіздер. Бұл мен үшін де, кейіпкерім үшін де аса маңызды. Шынайы ой пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Өзге де әңгімелерді, болған оқиғаларды каналымнан таба аласыздар. Алдын ала рахмет. Каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыз.